санхүүгийн боловсрол олгох сургагч багш нарыг бэлтгэлээ. Монгол банк, сангийн яам, боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын яам, санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран олон нийтийн санхүүгийн сүр мэдлэгийг дээшлүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулан санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөр 2015 онд дэмжин баталсан билээ. Энэхүү хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017 оны 4-р сарын 10-наас 14-ний өдрүүдэд боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын яамны харьяа, насан туршийн боловсролын үндэсний төв, бичил санхүүгийн хөгжлийн сан дээрх байгууллагуудтай хамтран иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулах, аймаг нийслэлийн насан туршийн боловсролын төв нэгжүүд болон бусад холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл бүхий 42 хүнийг үндэсний сургагч багшаар бэлтгэлээ. Қаржылық білім беретін ұстаздарды дайындады. Моңғол банк Қаржы министрлігі, білім және ғылым спорт министрлігі, қаржылық норматив комитеті бірлесіп, халық көпшіліктің экономикалық білімін жоғарылату қысқа уақыттық бағдарламасын жүзеге асырып, қаржылық тұрақты комитетін 2015 жылы қолдап бекіткенді. Осы бағдарламаны мемлекет көлемінде жүзеге асыру жұмысы биылғы жылы сәуір айының 10-нан 14 аралығында білім және ғылым спорт министрлігінің қарамағындағы өмір бойында білім беру орталығы, микроқаржыландыру дамыту қорының ұйымдастырумен бірлесіп, азаматтардың экономикалық білімін жоғарылату оқытуын ұйымдастыру, аймақтардың өмір бойында білім беру орталығы және басқадай байланысы бар ұйым мекемелер барлығы 42 азаматты қаржылық білім беретін ұстаз ретінде дайындады.